Сәлеметсіздер ме? 7-ші сабақ. Мейірімді өзен. Ертегінің жалғасы. Тема урока «Добрая река». Продолжение сказки. Сабақтың мақсаты тыңдаған шағын мәтіндегі сөйлемдердің мағынасын ажырату. Ағып кетеді, қатады, мұз болады. Өткен сабақта біз сендермен адамдар және өзен деген ертегімен танысқанбыз. Ол ертегіде өзен адамдарға ренжіді. Өйткені адамдар өзенді ластады, естеріңде болса. На прошлом уроке мы с вами познакомились с сказкой «Люди и река», в которой мы узнали, что река обиделась на людей. А почему она обиделась? Потому что люди стали ее загрязнять. И вот сегодня мы с вами узнаем, что же дальше случилось в этой сказке. Жаңа сөздер. Ағып кетеді, вытекает. Беті, поверхность. Қатады, замерзает. Мұз, лед. Мәтінді түсініп оқы. Прочитай текст. Өзен адамдарға ренжиді. Река обижается на людей. Ол суық жерге ағып кетеді. Она утекает в холодные места. Өзеннің беті қатады. Поверхность реки замерзает. Мұз болады, превращается в лед. Адамдар өзенге келеді. Өзен, бізді кешір. Люди приходят к реке и просят у него прощения. Ренжімеші дейді. Не обижайся, пожалуйста, говорят они. Қоқысты тазалайды, чистят мусор. Мейірімді өзен кешіреді. И добрая река прощает людей. Суреттерге қарап, сұраққа жауап бер. Посмотри на рисунки и ответь на вопрос. Өзен кімдерге ренжиді? Орманға, адамдарға, аңдар мен жануарларға. Дұрыс жауабы өзен адамдарға ренжиді. Суретті сөзбен жазып, сөйлемді толықтыр дейді. Вместо рисунков используй слова, допиши предложение. Өзен адамдарға ренжиді. Өзеннің беті қатады. Өзен мұз болады.